Bir жандар. Дубайский шықпын. Қалайсыз? Жақсы, жақсы. Көңіл-күйіңіз күшті сияқты. Өте керемет студияны сағынып қалдым, как будто бір 5 күн бәрі оның бардым ба? Бірақ ол жаққа бару мақсатыңыз орындалмаған сияқты ма деп қоям, әлде қалай? Жоқ, мен басқа мақсатта барам. Басқаша түсініп отыр да, негізі. Сол дос болып кеткен сияқтысыздар үшеуіңіз. кіммен? Үшеуіңіз. Болады айтты. Өндір. Ол көрген жоқсыз. Олар өз ақшасымен, өз ақшамен. Арзан жерде жүреді. Сосын арыз болған. Айген пакетпен де қойсаңыз. Конечно. Амандыстар. Жақсы. Бүгін эфирді қараңыз, өте қызық болатын сияқты. Не айтасыз эфирде? Біраз нәрсе айтасыз ба? Иә, бүгін сөз салып қалуы мүмкін. Мәссаған. Сөз дегенде, мысалы, жұптыққа да барып қалуы мүмкін дегенде. Кіммен екен қайдан бірақ? Кіммен екен қайдан? Айгүлдің көңіл-күйі қалай екен? Қалай барып келдіңіз? Жалғызсыратпай, жігіттердің бәрі жаныңыздан табылды ма? Бәрі деген қалай? Бәрі дегенде жарайды, екеуі дейін. Керек адам табылды, керек адам қасында болды деген сияқты. Шағып сөйлемеңізші өтті. Жоға мен қайша шағып сөйлемеймін. Шағып сөйлемей сізге айтып жатыр ба? Тура жаңағыдай десеңші. Эфирде қызықтар, Дубайдағы қызықтар туралы айтатын болады деп ойлаймыз енді. Сол үшін эфирді көріңіздер. Сағындыңыз ба елді? Елді сағындым, қосылатты сағынам деп ойламаппын, бірақтан кәдімгі сағындым. Бір апта бір ай сияқты созылды, шыны керек. Қосыла эфир қарап кеттім арасында. Сөйтіп күшті болды ма? Иә, жұптық арақатынастың алғашқы кездесуі туралы. Алғашқы жұптық арақатынасым ғой енді. Иә, эфирде білеміз. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Бекзат, қалай ойлайсыз, қандай жігіттер өзінің жүрген қызы туралы әңгіме айтады? Қол жетпеген. Сосын. Әмеде мүмкін бақытын көре алмайды. Сіз осының қайсысына жатасыз? Мен айтпайтындардың қатарына. Айтпайтындардың қатарына? Мен не істеймін осы оны әмеде. Айтқан жоқсыз. Лапша іліп атқан жоқсыз. Айтқыңыз да келмейді. Мүмкін ойыма ойлап қоятын шығар, мүмкін ше? Негізі қанша қызбен жүрдіңіз? Ал сөйлескен қыздар, жарайды, жүрген деген серьезно қабылдамай тұрған шығарсыз. Сөйлескен қыздарыңыздың сыртынан әңгіме айтып көргенсіз ба? Жаңа өсектеу емес. Ата кейбіреулер сұрап қалады ғой, мысалы. Қандай қыз бір деген кезде, мүмкін жақсы деп айтып қалуы мүмкін. Өсектеп, о, андай қыз деп айтпайсың оны. Айтқан жоқсыз ба? Иә, оны болмаған. Не бар осында? Әділет, сізге де сұрақ. Қойын қайыр салғанда қолын айтып. Мен айтып жатырмын, қандай жігіттер өзінің экс қызы туралы әңгіме таратады? Смотря қандай әңгіме ғой. Жақсы жағынан ба, жаман жағынан ба? Енді жаман жағынан Енді екен. көңілі қалса шығар, деп отырмын ғой, короче, сондай болады. И жақсаған бар, неңді, вниманиеңді, жақсылығыңды жоққа шығарса, это сондай ғой. Бірақ оны етсінбейсің ғой никогда. Алла сыйласын дейсің самылдағын. Таспен атқанда аспен атам всегда. Демек, көңіліңіз қалған кез болды. Біз ақтүйеніз жігіттер сондаймыз ғой. Біреу бізге тас лақтырса, біз лучше әй қойшы дейміз. Сондайлығымызбен біз ерекшеленеміз, бірақ та бөлінбейміз. Сондай дейді. Көңілі қалған жігіттер дейді. Білмеймін, ой, өйтіп айтайын. Диора, сіздің көңіл-күйіңіз қалай? Күшті болып тұр. Бүгін ұшып келдім Қазақстанға. Шетелге барып келдіңіз ба? Жоқ, Ташкентке барып келдім. Бір күнге Ташкентке барып келдім, Ташкентский плов жеп келдім. Бәріңіз Дубайдан, Ташкенттен. Көресіз ба не, Диора? Ташкентский плов вкусный еді. Да? Сіздің түріңіз плов жейтін түрі емес па? Не жейтін түр? Андай брокколи болады. Андай жейтін түрі, мә, сіз қарапайым екенсіз бе, ма жалпы өмірде? Жәнібек көзі қатыратшы. Мен айтып жатырмын, сіз өзіңіз әлеуметтік желіге жылаған моментіңізді салып көргенсіз ба? Жоқ, салмағым.
мен ондай өзімнің личный какие-то моменты интернетке салуды тырыспаймын. Это по-любому өзімге тиеді, желательно жұмыс жағынан салуға әрекет етемін. Солай екен. Ташкентке барып келген. Мына кісі неге отыр қасында?